Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге дәмі тіл үйретін нағыз қазақша десерт дженттің рецептісімен бөлісетін боламын. Құрамы қолжетімді заттардан тұратын, жасалуы өте оңай әрі пайдалы десерт. Бізге керегі електен өткізілген талқан, сапасы жақсы сгущенное молоко, сары май, кез келген шоколад жарайды. Ең алдымен сары майды ерітіп, талқанға құятын боламыз, және оның үстіне сгущенное молоко құямыз. Қолымызбен жақсылап, бәрін біркелкі болғанша араластырамыз. Қажетті ингредиенттердің мөлшерін описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Массамыз осылай видеода көрсетілгендей жақсы бірігуі керек. Дайын болған массамызды қойып қоюға болмайды. Талқан өзінің бойына майды сіңіріп алса, құрғап кететін болады. Содан кейін басы бірікпей қалады. Бірден өзіңізге ұнаған формамен немесе арнайы силиконды формаға салып жасап тастау керек. Мен осылай үйдегі бар формамен домалатып жасап шықтым. Дженттарды жасап жатқан кезде осылай қолымызбен жақсылап біріктіріп алып, формасын шығарсақ, сонда шашырамайтын әдемі болып шығатын болады. Достар, видеом пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Енді қалған дженттарымды батон кәмпиттері тәріздес осылай ұзын етіп жасап алатын боламын. Джент қазақтың ұлттық тағамдарының бірі, организмге өте пайдалы, микроэлементтерге бай, әсіресе ораза ұстаған жандарға және жаңа босанған келіншектерге ұсынатын болған. Дайын болған дженттарды холодильникке 1 сағатқа қойып қоятын боламыз. Мінекей осымен біздің дженттарымыз дайын. Дженттарды осы күйінде ұсынсаңыз болады. Мен қазіргі кезде хит болып жатқан джент в шоколаде жасағым келіп тұр. Осы молочный шоколадтың үстіне сұйық майды құйып, микроволновкада немесе су моншасында ерітіп аламыз. Енді холодильникте 1 сағат тұрған дженттарымызды шоколадқа осылай видеода көрсетілгендей етіп батырып, және әсемдік ретінде мен кешью жаңғағын қолдандым. Ол бірақ міндетті емес. Өзіңізге ұнаған кез келген жаңғақты пайдалансаңыз болады. Достар, менің каналымда көптеген пайдалы, оңай әрі тексерілген рецепттер бар. Сондықтан каналыма тіркеліп, қоңыраушаның белгісін басып қойыңыз. Жаңа рецепт шыққан кезде жіберіп алмас үшін. Осылайша дженттарымызды шоколадқа аунатып болғаннан кейін қалған шоколадты кондитерлік қалташаға құйып, осылай әсемдік ретінде пайдаланса да болады. Дәмі ерекше болып шығатын талқан мен шоколадты сіз де міндетті түрде жасап көріңіз. Сізге және жанұяңызға ұнайтынына толықтай сенімдімін. Сіздермен бірге болған Ұлданай. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.